Баршаңызға сәлем қымбатты достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 20 минутта өте дәмді түскі ас дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен суымызды қайнатып, дәміне қарай тұзын салып, кез келген макарон түрін саламыз. Менде спагетти. Спагеттиміз пісе бергенше пастамыздың соусын дайындайық. Сары май мен сұйық майды араластырып, қыздырып, пиязды ұсақтап турап, ал сарымсақты үлкен етіп турап, салып, сарғайғанша қуырып аламыз. Сонан соң сарымсағымызды осылай теріп алып тастаймыз, себебі ащыдан береді. Енді ұзынша етіп туралған тауықтың төс етін алып, онда салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Үстінен қайнап жатқан макаронымыздың суынан кішкене ғана құйып, татымына қарай тұз салып, бетін жауып, кішкене 10-15 минуттай тауық жұмсарғанша бұқтырамыз. Енді черри қызанақтарын саламыз. Менде ол болмағандықтан кәдімгі қызанақты 12 бөлікке бөліп қолдандым. Осылай барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң кілегейімізді құямыз. Сізде 20% болса да сала берсеңіз болады. Менде 33% кілегейді қолдандым. Көріп отырғандарыңыздай, кілегейді міндетті түрде ең соңынан құямыз, себебі көп қайнатуға болмайды, іріп майы бөлініп кетеді. Макаронның суынан құямыз, және де бұрыш саламыз татымына қарай, және де күштен ірімшікті өткізіп салып жібереміз. Қолда бар әскөкті салып, үстіне жаңағы піскен спагеттимізді сүзіп салып аламыз. Бір араластырып алып, қақпағын жауып 1 минут жай отта бұқтырамыз. Неге біздің үй жағдайында пастамыз дайын болды, өте дәмді болып шықты, және де бұл әлемдегі ең тез дайындалатын тамақ шығар деп ойлаймын. Уақытыңыз жоқ болса, тез пісіріп жүруге өте ыңғайлы. Міндетті түрде сақтап алыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, мені қолдай кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын.